Түркістан қаласының орталығында орналасқан Жеңіс саябағы бүгінде сұрықсыз кейіпке еніп, тозығы шығып барады. Демалыс орнының күрделі жөндеуден өтіп, халық игілігіне берілгеніне жыл толмады. Атына заты сай болмай шыққан саябақтың абаттандыру жұмыстарына былтыр 395 миллион теңге қаржы бөлінген. Түркістан облысының бас санитар дәрігерінің қаулысына сәйкес 24 тамыздан бастап барлық саябақтардың есігі ашылған. Таза ауамен тыныстап, демалысқа шыққан, әрі ерлердің ерлігіне тағзым ете келуге енді рұқсат берілгендегі Жеңістің келбеті қала тұрғындары мен қонақтарының жанына батып отыр. Былтыр жаңа жыл қарсаңында облыс басшысы Өмірзақ Естайұлы Жеңіс саябағын өзі ашып берген. Алайда сол кездегі саябақ келбетін уақытша жасалған жасандылық дерсің. Түрлі әшекейлермен көмкеріп, жарық шамдар жарқыратып қойылды. Алайда отан үшін жан құрбан еткен ерлерді болашақ жас ұрпаққа үлгі етіп көрсетудің жөні ұмытылып қалған секілді. Жеңіс саябағы бүгінде асқақ рух пен шынайы ерліктің еске алар мекеніне емес, нағыз масқараның орнына айналған. Ұлы Отан соғысына Түркістаннан аттанған баһадүр батыр бабалардың асыл есімдері жазылған мәрмәр тақташалар осылайша аяқ астында жатқаны әрине өкінішті. Саябақта орнатылған ескерткіштердің сапасы сын көтермейді. Сиқы кетіп, талқаны шығып жатқаны бар. Ауған соғысында жүріп шейіт болған ер азаматтарымыздың да ерлігі еленіп қойылған мына бір ескерткіштердің де оңып тұрғаны жоқ. Топтық бас қосу мен пикниктік орындарда қойылған үстелдер мүлдем жарамсыз халде. Саябақтағы спорт алаңдарының қоршау торлары мен есіктері қирап жатыр. Концерттік сахнасы да талапқа сай болмай отыр. Көрермендер отыратын орындықтар, техникалық аппараттар қойылатын бөлменің де сиқы қашқан. Түркістан әкімшілігі орын алған үлкен кемшіліктерді тез арада түзетуі тиіс. Әлде бір күндік әуестік пен көңіл көтеру үшін ғана 395 миллион теңге жұмсалды ма?